Барлық киносүйер қауым Джеки Чан есімімен таныс. Бірақ актердің атаққа жету жолы оңай болған жоқ. Дегенмен Джеки әрқашан үмітін үзбеуге және қайтадан іске кірісуге күш тапты. Бүгінгі таңда суретшінің тәжірибесінде 100-ден астам картина бар. Джеки Чан туған аты Чен Ганшен, басқа транскрипцияда Чан Кангсан, Чан, Гонконгта туған, ағылшын. Джеки Чан, Гонконг, қытайлық және американдық актер, каскадер және жекпе-жек шебері, сонымен қатар әнші және филантроп. Ол мас қожайын, лорд Айдахар, супер полиция, Бронкстағы Гуул, Қарбалы сағат, Құдайдың сауыты, 30 миллиондық сәби экшн комедияларында басты рөлдерді сомдау арқылы танымал болды. Және басқа да көптеген, барлығы 100-ден астам фильмге түскен. Өзінің көптеген еңбегіне қоса, ол ЮНИСЕФ-тің ізгі ниет елшісі, Британ империясы орденінің қолбасшысы және киноға қосқан үлесі үшін Оскар сыйлығының иегері. Отбасы және бала жылы 1954 жылы 7 сәуірде Қытайдың Чан деген кедей отбасында ұл бала дүниеге келді. Баланың салмағы 5 кг-нан асатын, сондықтан анасы ұзақ уақыт бойы ұлын Пао-Пао деп атаған, бұл зеңбірек оғы дегенді білдіреді. Ерлі зайыптылардың кедей болғаны сонша, сәбиді біраз уақыт дәрігердің қолында қалдырған. Олар аурухананың ақысын төлегеннен кейін баланы үйіне апарып, Чен Ганшен деп ат қойды. Кейінірек әлем білді. Джеки Чан лақап атымен аталған жігіт туралы. Оның ата-анасы Чарльз Чан 1914-2008 және Лили Чан 1916-2002 саяси қуғын-сүргіннен құтылу үшін Қытайдан Гонконгқа қашып кетті. Чарльз Гоминдан консервативтік партиясының белсенді жақтаушысы, азаматтық соғыс кезінде, және одан кейін оның құпия агенті болды. Коммунистік жеңісі оның әшкереленіп, халық жауы ретінде танылды. Болашақ актердің анасы, кейбір деректерге сәйкес, есірткі сатушысы болған, ол апиын сатқан. Гонконгта отбасын нөлден бастауға тура келді, сондықтан олар кедейлік шегінен төмен өмір сүрді. Тіпті Лилиге ұлы туған кезде қажет болған дәрігердің ақшасын әкесі достарынан қарызға алуға мәжбүр болды. Ата-аналар француз елшілігінде қызмет ету үшін жалданды. Шарль аспаз болып жұмыс істеді, ал Лили қызметші болды. Ченнің әкесі кунг-фуды бала кезінен бастап Ченге енгізе бастады. Ол жекпе-жек өнері балаға шыдамдылық, күш пен батылдық алуға көмектеседі деп сенген. Басқа нұсқа бойынша, анасы ұлын Пао-Пао, зеңбірек оғы деп атаған жиі үйді айналып өтіп, жолындағының бәрін қағып жіберді. 5 жасында Чан бастауыш мектепке бара бастады, бірақ бірінші сыныптан кейін оқу үлгерімі нашар болғандықтан оқудан шығарылды. 1960 жылы, ол 6 жаста болғанда, оның ата-анасы тағы да қытайлықтардың қуғын-сүргініне тап болып, қайтадан Австралияға көшуге мәжбүр болды. Канберраға. Чарльз ақш елшілігінде аспазшы болып жұмысқа орналасты, бірақ ұлының туған жері Гонконгта қалып, пайдалы мамандықты меңгергені дұрыс деп шешті. Сондықтан ол баланы Қытай театр академиясының Пекин опера мектебіне алды. Мұнда Чан келесі 10 жыл бойы жекпе-жек өнерінен, акробатикадан, вокалдан және актерлік өнерден сабақ берді және ұлдарды дәстүрлі Қытай операсында болашақ мансапқа дайындады. Мұнда ең қатал тәртіп орнады, ауыр дене жазасы қолданылды. Чан мектебін ұнатпады, бірақ оның барар жері жоқ еді. Ата-анасы алыста, оларды көрмеген деуге болады. Сондықтан бала қарқынды түрде оқыды және бір кездері Гонконг пен шетелдегі театрларға барған ең талантты 7 студенттен тұратын 7 бақытты адам тобының мүшесі болды. Ансамбль, Саммо Хунг және Юэн Био, және олардың үшеуі 3 ағайынды немесе 3 айдахар деп аталатын шоу тобын құрды. Оқу кезінде, әлі жасөспірім кезінде Чан бірнеше фильмдерде, Мәңгілік махаббат, Үлкен және кішкентай Вон Тим бар, сондай-ақ Қаһарлы жұдырық және Айдахарға кіріңіз фильмдерінде қосымша және эпизодтар рөлін сомдады. Брюс Лидің қатысуымен өтті. 17 жасында жас жігіт драма мектебін сәтті бітірді, бірақ осы уақытқа дейін дәстүрлі Қытай операсы бұрынғы танымалдылығын жоғалтты, ал түлектер белгісіздікпен жалғыз қалды. Театр мектебінде жалпы білім беретін пәндер оқытылмауы, Чанның тіпті сауатты оқу мен жазуды да білмеуі жағдайды қиындата түсті. Ол үшін қалғаны не біліктілігі жоқ физикалық еңбек, не фильмдердегі каскадер ретіндегі мансап болды. Фильмдердің басталуы 1971 жылы Чан өмірінде алғаш рет басты рөлді сомдады. Бұл Квантунгтың кішкентай жолбарысы фильмінде ол Чан Юэн Лунг лақап атымен ойнады.
Фильм үлкен экранға 1973 жылы ғана шықты, бірақ шыққанға дейін де, одан кейінгі бірнеше айларда да түсіру туралы жаңа ұсыныстар болған жоқ. Сондай-ақ каскадер жұмысында тыныштық болды. Жас жігіт ересектерге арналған барлығы отбасында 1975 комедиялық фильміндегі басты рөлді түсіруге келісім беруге мәжбүр болды. Бұл фильмде ол алғаш рет эротикалық көріністе жалаңаш ойнады. Сонымен қатар, бұл Джеки Чанның жекпе-жек өнері немесе трюктары бар бірде-бір реттілігі жоқ, жалғыз фильм. Бұл кезеңде Гонконгтың киноиндустриясы әдетте құлдырап кетті, және жаңа жұмыс таба алмаған Чан 1976 жылдың басында Австралияға ата-анасына барды. Австралияда жас жігіт Диксон колледжінде орта білім алудың жеделдетілген курсынан өтті, ал мұнда құрылыста толық емес жұмыс күні Джек есімді адаммен бірге жұмыс істеді. Өйткені австралиялықтар оның қытайшасын айту қиынға соқты. Ганшен деп атаған соң, олар жас жігітті үлкен және ұзын жолдасының атымен кішкентай Джек немесе Джеки деп атай бастады. Ол өзінің жаңа есімін осылай алды. Жас жігіт Австралиядағы өмірге риза болмады. Құрылыс алаңындағы жұмыс ауыр болды, және моральдық қанағаттанбады, және ол одан жақсы нәрсеге сене алмады. Құтқару Гонконгтық танымал продюсер және режиссер Ло Вейде жұмыс істеген Вилли Чан есімді адамнан жеделхат түрінде келді. Олар Джекидің фильмдердің біріндегі каскадер жұмысын көріп, оны қаһардың жаңа жұдырығы 1976 фильміндегі басты рөлге шақырғысы келді. Чан Гонконгқа қуана оралды, ал Вилли кейіннен оның менеджері және жақын досы болды. Жаңа қаһарлы жұдырық фильмінде Ло Вей Джеки Чанның кішкентай айдаһар лақабатымен танымал Брюс Лиге ұқсастығын қатты қуаттады және ерекше атап өтті. Жас жігіт тіпті экранға Син Лонг, басқа транскрипцияда Чен Лонг деген атау алды. Бұл сөзбе-сөз айдаһарға айналу дегенді білдіреді. Фильм үлкен табысқа жете алмады, өйткені Джеки Чан Брюс Лиге тән қоян қолтық ұрыс стилінде табиғи көрінбеді. Дегенмен Ло Вей басты рөлдегі Чанмен тағы бірнеше ұқсас фильмдер түсірді, ал Джеки осы фильмдерге арналған кейбір трюктерді өзі ойлап тапты. Жас актер бірте-бірте жаңа жанр жекпе-жек немесе көше демонстрациялар мен комедияларды жасай бастады. Ұрыс пен молшылық. Күрделі, кейде тіпті қауіпті трюктар. Джеки Чанның алғашқы табысы режиссер Юань Хипинг, Юн Воп Хиннің басқа транскрипциясында Бүркіттің көлеңкесіндегі жылан 1978 және Мас шебер 1978 фильмдері шыққаннан кейін келді. Мас мастер фильмінде Джеки Қытайдың халық қаһарманы Вон Фейхонның рөлін сомдады. Ол қарапайым және бейқам жас жігіт ретінде ұсынылған. Осыдан кейін ол Ло Вейдің студиясына оралып, рухани кунг-фу 1978 және кішкентай кунг-фу 1980 фильмдерінде Мас шебердің сәтті комедия стилін дамыта бастады. Қорықпайтын гиена 1979 Джеки Чан сонымен қатар қосалқы режиссер ретінде әрекет етті. Алайда қорқынышсыз гиена 2 1983 фильмін түсіргеннен кейін Джеки мен Вилли Ло Вейдің студиясынан үлкен алтын егін студиясына кетті. Дүниежүзілік кино табысы 1980 жылдардың басында Джеки Чан өзінің ерекше стилі мен рөлі бар табысты актер болды, бірақ оның табысы әлі де Азия аймағымен шектелді. Ал Джеки бүкіл әлемді, атап айтқанда ақш-ты жаулап алуды армандады. Ол бірнеше рет американдық нарыққа үлкен ұрыс 1980, зеңбірек оқтары жарысы 1981 және оның жалғасы 1984, меценат 1985, Құдайдың сауыты 1986 және басқа да көптеген жобалармен шықты. Бірақ бұл фильмдер Армор фильмінің трюктерінің бірін орындау кезінде Америкада үлкен кассаға түспеді. Құдай Джеки Чан ағаштан құлап, бас сүйегі сынған ауыр бас жарақатын алды. Бұл оның өмірі үшін үлкен қорқыныш тудырды, бірақ актер жобасы 1983 фильмінің түсірілімінде Чан кейінгі жылдары бірге жұмыс істеген Джеки Чан каскадер тобын ресми түрде құрды. Және 2002 жылы актер Дүниежүзілік каскадерлер академиясының Тауыр жыл сайынғы сыйлығымен марапатталды. Осы уақыт ішінде ол Азия кино нарығында өте сұранысқа ие болды. 1983-2007 Чан жыл сайын дерлік Гонконг кинофестивалінде үздік актер немесе үздік каскадер режиссері номинациясына ие болды, және ол бұл сыйлықты 5 рет алды. Чанға тек 1990 жылдардың ортасында Rumble фильмінен кейін келді. Бранкс 1995. Американдық сыншылар былай деп жазды: бұл фильмді ұтымды көзқараспен бағалаудың кез келген әрекеті сәтсіздікке ұшырайды.
Актерлік ойынға қараңызшы, ол Джеки Чанның өзінде, ол ешкімге ұқсай алмайтын нәрсені жасайды. Ол жай ғана көңілді. Егер біз өзімізді осы атмосфераға батыруға мүмкіндік берсек, онда біз де көңілді боламыз. Түсірілім кезінде актердің алған жарақаттарын тізіп берді. Және олардың көпшілігі болды. Басқа фильмдерде жұмыс істегендей, Джеки өзін мүлдем аямады және тіпті керемет кадр үшін өмірін қатерге тігуге дайын болды. Сол жылы актер кинематографиядағы жетістіктері үшін MTV Movie Awards сыйлығын алды. Гонконгта түсірілген басқа да жаңа туындылары: Stormbreaker 1995, Бірінші соққы 1996, Мистер 1996. Ақырында 1998 жылы Джеки Чан бұл қадамға кірісіп, Крис Такер басты рөлді сомдайтын өзінің алғашқы бүкіл американдық фильмі Төбелес сағат фильмін түсірді. Фильм үлкен танымалдылыққа ие болып, жылдың ең көп табыс әкелген фильмдерінің біріне айналды. Ал Джеки Чан мен Крис Такердің шығармашылық тандемі үздік дуэт ретінде MTV Movie Awards сыйлығын алды. Кейінірек сол актерлік құраммен сиквелдер шығарылды. Rush Hour 2, 2001, MTV Movie Awards үздік жекпе-жегін жеңіп алды, және Rush Hour 3, 2007. Алайда, коммерциялық табысқа қарамастан, үшінші бөлімді сыншылар өте салқын қабылдады. Бұл бұрынғы фильмдердің түтіккен ремейкі, тіпті декорацияның өзгеруі 1990 және 2000 жылдардың тоғысында жаңа идеялардың жоқтығын жасыра алмайды. Джеки Чан өз рөлін әртараптандыруға тырысып, тәжірибе жасай бастады. Осындай сәтті жазу сынағы фильмін керемет 1999 деп атауға болады. Онда Джеки кунг-фуды әлі де жақсы меңгерген, бірақ сонымен бірге түзелмейтін романтик және арманшыл кейіпкерді ойнады. Джекидің түсіру серіктесі американдық комедия Оуэн Уилсон болған батыстық Шанхай түстен кейін комедиясы 2000-да сәтті болды. Фильмнің сюжеті талқылауға тұрарлық болмаса да, Джеки Чан мен Оуэн Уилсон бірге тамаша көрінеді. Түсірілім керемет, ал Джеки Чан өте қызық. Жақсы ескі кино рухында тамаша фильм деп сыншылар фильм туралы айтты. Келесі 3 жыл Джеки Чанның өзіндік стилін қымбат арнайы эффектілермен үйлестірген аз табысты жұмыстармен ерекшеленді. Осылайша Стакседо 2002 фильмі ақымақ сюжеті және трюктерді бұлыңғыр қабылдау үшін сынға ұшырады. Медальон 2003 қымбат арзан деп аталды, ал 80 күнде әлем бойынша 2004 Жюль Верннің түпнұсқа романынан тым еркін ауытқулар үшін сынға алынды. Голливудтағы бірқатар сәтсіздіктерден кейін, Джеки Чан Гонконгқа оралуды шешті. Онда оны жаңа полиция оқиғасы 2004 фильмінің шығуына байланысты жаңа жеңіс күтіп тұрды. Бұл жолы ол төбелес пен трюктерді достарынан айырылған полиция кейіпкерінің драмасымен сәтті үйлестіре алды. Бұдан кейін фантастикалық стильдегі бірдей сәтті Миф 2005 фильмі, содан кейін $30 миллион сәби 2006 басқа аты Роб Вухуд фильмі шықты. Онда әйгілі күлкілі сүйкімділік Джеки Чанды нәресте ұрлау туралы фарс шабыттандырды. Сюжеті жеткілікті анимацияланған фарс, бұл балалар жаялықтарының қорқынышты мазмұны манежді ластауға үлгермейді. 2008 жылы Қытай-американдық тыйым салынған патшалық фильмі түсірілді. Роб Минков түсірілді. Оның түсірілімінде Чан Қытайдың әйгілі актері және жекпе-жек шебері Джет Лимен танысып дос болды. Сыншылар фильмді 2-3-лықпен қарсы алып, экшн көріністері керемет, бірақ олардың арасында тым көп су бар деп атап өтті. Ол 2010 жылы Қытай және Америка фильмдерінде басты рөлді сомдады. Джейден Смит пен ұлы Уилл Смит 1984 жылғы түпнұсқа фильмнің ремейкі Карате бала фильмінде ойнаған. Егде жастағы кунг-фу мұғалімінің рөлі оның алғашқы драмалық рөлі болды. Америка киносындағы рөлі 2011 жылы Джеки Чанның қатысуымен соңғы империяның құлауы фильмі жарық көрді. Сол жылы актер 2012 жылы Канн кинофестивалінде жасына лайық болмағандықтан халық таңдауы сыйлығын алды. Бұл жанр. Алайда кейінірек ол өзінің сүйікті кәсібінен мүлдем бас тартуды мақсат етпейтінін, тек аз трюктарды орындайтынын және жалпы денесіне көбірек күтім жасайтынын нақтылады. Одан кейін ол полиция оқиғасы 4, 2013, Айдаһар қылыш 2015 және Ізде 2016 фильмдерінде басты рөлді сомдады. 2016 жылдың желтоқсанында Қытайда темір жол жолбарыстары экшн-комедиялық фильмі жарық көрді. Онда суретші ұлы Джейсимен бірге ойнады. 2016 жылы 12 қарашада Джеки Чан кинодағы ерекше жетістіктері үшін Оскар сыйлығымен марапатталды.
2017 жылдың қазан айында режиссер Мартин Кемпбеллдің Қытай-британдық шетелдік фильмі шықты. Онда Чан Пирс Броснанмен серіктестікте ойнады. Мұнда Джеки тағы да жекпе-жек өнерін көрсетумен үйлестіре отырып, күрделі драмалық рөл атқарды. 2023 жылы актер фильмдерде жұмысын жалғастырды. Өткен жылдың соңында Джеки жанкүйерлеріне Rush Hour экшн фильмінің 4 бөлімі шығарылатынын айтты. Сондай-ақ Чан Тенж Мутант Ниндзя тасбақалары, Мутант Майхем және Кунг Фу Панда 4 атты 2 мультфильмді дубляж жасай бастағаны белгілі болды. Музыкалық карьера бала кезінен бастап Джеки Чан Пекин опера мектебінде вокал бойынша кәсіби білім алған. 1980 жылдары ол жазуды бастады. Әндерін орындап, Гонконг пен Азия аймағында орындаушы ретінде танымал болды. 1984 жылдан бастап ол кантон, мандарин және тайвань тілдерінде, сондай-ақ жапон және ағылшын тілдеріндегі әндері бар 20 альбом шығарды. Ол өз фильмдері үшін әндер шырқады. Бірақ бұл әндер әдетте фильмдер Еуропа мен Америка құрама штаттарында шығарылған кезде ауыстырылды. 2007 жылы Джеки Чан 2008 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының ресми әні «Біз дайынбыз» әнін жазды. Ол сондай-ақ 2008 жылғы жазғы Паралимпиада ойындарының 1 жылдық кері санау рәсімінде ән орындады. Сонымен қатар 2008 жылғы Бейжіңдегі жазғы Олимпиада ойындарының жабылу салтанатында Энди Лау, Лю Хуан және Эмиль Вакин Чаумен бірге Hard to Say Goodbye әнін орындады. Саяси және әлеуметтік қызмет. Джеки Чан салауатты өмір салтын насихаттайды. Өзі темекі шекпейді, алкогольді, тіпті кофе де ішпейді. Ол сондай-ақ есірткіні тұтынуға белсенді түрде қарсы тұрады, және Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің осы мәселе бойынша науқанын қолдады. Есірткінің заңсыз айналымы толығымен жойылуы керек және оны қабылдаған кез келген адам қатаң жазалануы керек. 2014 жылы өзінің ұлы Джейси марихуана шегетін үшін қамауға алынғанда, Джеки Чан «Есті бітім, жаншылды және масқара болды» деді. 2009 жылы Боа Азия форумында актерден бостандықты оң немесе теріс құбылыс деп санайтындығы сұралды. Бұған ол былай деп жауап берді: «Мен бірте-бірте біз Қытайларға басқару мен бақылау керек деген қорытындыға келемін. Егер бізді бақыламаса, біз өзіміз қалаған нәрсені жасай бастаймыз». Бұл мәлімдеме Тайвань мен Гонконгтың көптеген көрнекті қайраткерлерін ренжітті. Кейін Чанның өкілі актердің ойын-сауық индустриясындағы еркіндік туралы сөйлейтінін айтуға мәжбүр болды. 2012 жылдың желтоқсанында Джеки Чан Гонконгты наразылықтар қаласы деп атап, демонстрациялар өткізу құқығын шектеуге шақырды. Біраз уақыттан кейін ол Америка құрама штаттарын әлемдегі ең жемқор ел деп атады. Бұл журналистер Чанды Қытайды жақсырақ көрсету үшін Американы әдейі кемсітті деп айыптады. Жеке мотивтер мен американдық кино нарығына деген көзқарас. Кейбір даулы мәлімдемелерге қарамастан, актер қамқор адам ретінде танымал және 1988 жылы ол Гонконгтағы жастарға стипендия беру және табиғи апаттардан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін Джеки Чан қайырымдылық қорын құрды. Аурулар. 2005 жылы актер Қытайдың шалғай аудандарындағы балалар мен қарт адамдарға көмектесу үшін Айдаһар жүрегі қорын ұйымдастырды. Мектеп салу, оқулықтар мен мектеп формасын сатып алу, мүгедектер арбаларын, жылы киімдерді сатып алу және т.б. 2011 жылы қор Еуропаны қамтыды. 2004 жылы Чан Үнді мұхитындағы цунамиден зардап шеккендерге қаржылай көмек көрсетті. Ал 2008 жылы Сычуань жер сілкінісінен кейін ол 10 миллион юань берді. Бұған қоса, ол ЮНИСЕФ пен басқа екі балалар ұйымына жалпы сомасы 4,14 миллион Хонконг доллары берді. 2006 жылдың маусымында Джеки Чан Уоррен Баффет пен Билл Гейтстің орасан зор қайырымдылық көмектеріне сүйсінетінін және өзінің байлығының жартысын қайырымдылық мақсаттарға мұра етіп қалдыруға ниетті екенін мәлімдеді. Өте құпия. Діні бойынша ол буддист. 1982 жылы 1 желтоқсанда ол Тайвань актрисасы Джоан Лин мен, шын аты жөні Лин Фэнсяо, 1953 жылы туған, некесін тіркеді. Ал 2 күннен кейін, 3 желтоқсанда олардың ұлы Чан Цзумен дүниеге келді. Ол кейін Джейси Чан деген атпен белгілі болды. Әнші және актер. Әке мен бала арасындағы қарым-қатынас әрдайым бір қалыпты бола бермейтін. Джейси ренжіді. 2011 жылы әкесі жинаған байлығының жартысын оған қалдырмай, қайырымдылыққа қалдыру туралы бұрынғы шешімін растады. Осыдан кейін, Джеки Чан ұлы туралы, егер ол бірдеңеге қабілетті болса, ақшасын өзі табады.
Ал егер оның шамасы жетпесе, онда ол мені босқа жұмсайды. 2014 жылы Джейси марихуана сақтағаны және пайдаланғаны үшін қамауға алынғанда, оның әкесі оны қорғамады, бірақ жас жігіт өз әрекеті үшін жауапкершілікті өз бетінше алуы керек деп мәлімдеді. Алайда ұлы 6 айдан кейін түрмеден шыққанда олар татуласты. Мен оны көптен бері көрмедім. Мен оның жетілгенін сеземін деп түсіндірді Джеки Чан. Біз ұзақ уақыт бойы ұйықтамадық, біз түні бойы сөйлестік. Ұзақ және берік некеде болғанына қарамастан, Джеки Чанның Этта Ву Жуолин 1999 жылы 18 қаңтарда туған, есімді некесіз қызы бар. 1990 жылы Азия аруы атағына ие болған анасы, актриса Элейн Ву Цили қызын әкесінің қатысуынсыз тәрбиелеуге шешім қабылдады. Чан әлемдегі көптеген ер адамдар жасаған қателік екенін мойындады. Ол Джеки Элейннің жүкті екенін білгенде, ол қыздан түсік жасатуды сұрады, бірақ ол мұндай қадамға бармады. Нәтижесінде, актер 2 баласы бар екеніне келісті. Бірақ Джеки қызының тәрбиесі мен тағдырына қатысы жоқ. 2017 жылдың сәуірінде Этта өз-өзіне қол жұмсау әрекеті сәтсіз болды. Дәрігерлер қыздың депрессияға ұшырағанын анықтады. Оның үстіне не болғаны? Әкемнің араласуы жақсы болды, бірақ анаммен қарым-қатынасым көп нәрсені қалаусыз қалдырды. Джеки Чан Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген әлемдік рекордқа ие, ол ресми түрде фильмде ең көп трюк жасаған тірі актер. Теңі жоқ. Осы өмір салтын ұстанған актер өз мансабында көптеген жарақаттарды табады. Ол сан буындарының дислокациясынан бірнеше рет зардап шекті. Бас сүйектерін, саусақтарын, мұрнын, бет сүйектерін, жамбас сүйектерін, төс сүйектерін, мойнын, тобықтарын және қабырғаларын сындырды. Әсіресе оң жақ тобығы сәтсіз болды. Енді кез келген секіру кезінде, актер тек сол аяғымен қонады. Жиі дене жарақатының салдарынан Джеки Чан барлық сақтандыру компанияларының қара тізіміне ілініп, фильмдерде жұмыс істегенде өмірі мен денсаулығын ұзақ уақыт сақтандыра алмай жүр. 1996 жылы Джеки Чан Гонконг Баптист университетінің әлеуметтік ғылымдар бойынша құрметті докторы атағын алды. 2008 жылы Саванна өнер және дизайн колледжінің Гонконг филиалының құрметті профессоры болды. Ал 2009 жылы Камбоджа университетінің құрметті докторы атағын алды. Джеки мотоспортқа қатты құмар. Ол жүргізуші Дэвид Чанмен бірге қытайлық Джеки Чан Digi Racing жарыс командасына иелік етеді. Сонымен қатар, ол белсенді футбол жанкүйері, ол қолдайды. Гонконг құрамасы, Англия құрамасы және Манчестер Сити 2011 жылы бірнеше ақпарат агенттіктері 56 жастағы актердің жүрек талмасынан кейін жеткізілген Лос-Анджелес ауруханасында қайтыс болғанын хабарлады. Ресми теріске шығарылғанға дейін ақш президенті Барак Обама көңіл айтып, бірнеше сағат бойы олардың сүйікті суретшісі үшін бүкіл әлем аза тұтты. Бақытымызға орай, бұл ақпарат үйрек болып шықты. Бұл оқиғаны актердің өзі әзілмен қабылдады. Джеки Чан киножобаларға қатысумен қатар Гонконг политехникалық университетінің қонақ үй және туризм менеджменті мектебінде сабақ береді. Онда туризмді басқару курсынан сабақ береді. 2015 жылдан бері ол сонымен қатар Ухандағы Қытай ғылым және өнер институтының Джеки Чан кино және теледидар академиясының деканы болды. Джеки Чан 2004 жылдан бері Джеки Чан дизайн бренді мен жеке киім мен аксессуарларды шығарып, сатумен айналысады. Оның иелігінде суши мейрамханалары, бірнеше спорт клубтары және печенье мен шоколад шығаратын желі бар. Мәскеу, ол өмірбаяндық кітаптардың авторы. Іштегі айдаһар 1997, мен Джеки Чан 1998, Джеки Чан қартаймай тұрып кәрі 2015 және мен бақыттымын 2016. Ол туралы басқа адамдар жазған кітаптардың саны есепсіз.